Сәлеметсіңдер ме? 7-ші сынып оқушылары 3-ші тоқсан бойынша жиынтық бағалаудың тапсырмалары балалар. Бірінші нұсқасы, басқа нұсқаларын іздесеңіздер, каналға кіріп көрсеңіздер, каналда басқа нұсқалары бар балалар. Видеоның соңына дейін қараңыздар, берілген тапсырмалардың барлығын орындайтын боламыз. Бірінші тапсырмада суретте білеушелердің массасы мен көлемдері бірдей. Үстел үстінде білеушелер қай жағдайда ең аз қысым түсіреді дейді балалар. Қарасаңыздар, 3 білеуше берілген. Біріншісінде 1, 2, 3, 4-еу, екіншісінде де 4-еу, үшіншісінде 3-еу балалар. Бізде негізі қысымның формуласы P тең F бөлінген S еді. Сонда бізде ең аз қысым түсіретін балалар үшіншісі. С нұсқасы дұрыс. Келесі екінші тапсырмада қатынас ыдыстың бірінші бағанына су, екінші бағанына бензин құйылған, үшінші бағанына құйылатын мұнай қай деңгейде болады дейді. Судың тығыздығы 1000, мұнайдың тығыздығы 900, бензиннің тығыздығы 710 килограмм бөлінген метр куб балалар. Бізге мұнай қай деңгейде болады деп тұр. Бұл жерде дұрыс нұсқасы Б деңгейінде болады. В нұсқасы дұрыс. Келесі үшінші тапсырмада сынапты барометр атмосфералық қысымды шахтада және тау басында өлшейді дейді. Енді қараңыздар, 700 болып тұр биіктігі. Енді бізге дұрыс нұсқасы барометр тау басында, себебі атмосфералық қысым қалыпты қысымнан төмен. В нұсқасы дұрыс. Төртінші тапсырмада ыдыстағы су бағанының биіктігі 0,5 метр, судың ыдыс түбіне түсіретін қысымы, судың тығыздығы 1000 кг бөлінген метр куб дейді балалар. Бізге қысым тап деп тұр. P тең ρ көбейтілген G көбейтілген H деген формулаға саламыз. Сұйықтардың қысымдық формуласына 1000 кг бөлінген метр кубты көбейтеміз 10 ньютон бөлінген килограммға, оны көбейтеміз 0,5 метрге, сонда жауап 5000 паскаль шығады. Келесі 5-ші тапсырмада суретте гидравликалық машина берілген. Қарасаңыздар, S1 бізде 1,2 метр квадрат, F1 бізде 500 ньютон, S2 бізде 1440 метр квадрат, F2-ні табуымыз керек балалар. А тапсырмасында гидравликалық машинаның үлкен поршеніне әсер ететін күшті анықтаңыздар дейді. В тапсырмасында бұл машина күштен қандай ұтыс береді дейді. С тапсырмасында гидравликалық машинаның көмегімен көтеруге болатын дене массасын табыңыздар дейді. Есептің берілгенін жаздым балалар. F2 бөлінген F1 тең S2 бөлінген S1 деген формула арқылы F2-ні тауып аламыз. F1 көбейтілген S2 бөлінген S1 болады сонда. Осы формулаға орнына қоятын болсақ, 500 ньютонды көбейтеміз 1440 метр квадратқа, бөлеміз 1,2 метр квадратқа, сонда жауабы 600 килоньютон шығады екен. Келесі Б тапсырмасында F2-ның F1-ге қатынасын есептейміз, яғни 600 000 ньютонды бөлеміз 500 ньютонға, сонда жауабы 1200 есе болады. Келесі С тапсырмасында массаны табуымыз керек. М2-ні тең F2 бөлінген G деген формула арқылы табамыз. 600 000 ньютонды бөлеміз 10 ньютон бөлінген килограммға, сонда 60 000 килограмм шығады екен балалар. Келесі 6-шы тапсырмада суретте дене және 3 түрлі сұйықтық құйылған ыдыстар берілген. Міне қараңыздар, біріншісінде дене, екіншісінде А, В, С, А, Б, В сұйық құйылған берілген. Енді біз балалар А ыдыстағы сұйық түрін табуымыз керек. Екінші, ыдыстағы сұйыққа дене үшін жүзудің қандай шарты орындалады. В тапсырмасы ыдыстағы сұйықта дене жүзеді. Осы ыдыстағы сұйықтың түрі және С тапсырмасында ыдыстағы сұйыққа дененің 0,9 В бөлігі батқан В ыдыстағы сұйық түрін анықтауымыз керек. Енді орындайық, біріншісінен бастап ыдыстағы сұйық түрін табуымыз керек. Біз П ауадағы салмағы 4,5 ньютон, судағы салмағы 0,5 ньютон, В1 бізде 200 мл, В2 бізде 700 мл табуымыз керек. Ро тығыздығын 200 мл метр кубқа айналдырамыз. 2 көбейтілген 10-4 дәрежесі метр куб болады. 700 айналдырсақ 7 көбейтілген 10-4 дәрежесі метр куб болады балалар. Енді Ро тең М бөлінген В деген формуладан М табатын болсақ, М тең F бөлінген G болады. Енді осы жерде F тең ауадағы салмағы мен судағы салмағын бір-біріне қосамыз. Ол үшін бірінші біз көлем тауып алуымыз керек. В тең В2 азайтылған В1 деген формулаға саламыз. 7 көбейтілген 10-4 дәрежесін азайтамыз. 2 көбейтілген 10-4 дәрежесі метр кубты. Сонда жауап 5 көбейтілген 10-4 дәрежесі метр куб шығады. Енді F табамыз. 4,5 ньютоннан азайтамыз 0,5 ньютонды, сонда 4 ньютон шығады екен балалар. Енді массаны тапсақ болады. М тең 4 ньютонды бөлеміз 10 ньютон бөлінген килограммға, сонда жауабы 0,4 килограмм шығады екен балалар. Енді Ро тығыздық табамыз. 0,4 килограммды бөлеміз 5 көбейтілген 10-4 дәрежесі метр кубқа, сонда жауабы 800 килограмм бөлінген метр куб шығады екен балалар. Келесі екіншісінде ыдыстағы сұйықта дене үшін жүзудің қандай шарты орындалады дейді балалар. Біз енді екеуін салыстыруымыз керек. Ауырлық күші 4,5 ньютон, Архимед күші 4 ньютон. Енді екеуін салыстыратын болсақ,
ауырлық күші көп болып тұр және дене сұйыққа батып тұр деген сөз. Келесі Б ыдыстағы сұйықта дене жүзеді. Осы ыдыстағы сұйықтың түрі дейді балалар. Ауырлық күші мен Архимед күшін 4,5 ньютонға тең деп аламыз. Массаны табатын болсақ, М тең F бөлінген G деген формулаға саламыз. 4,5 ньютонды бөлеміз 10 ньютон бөлінген килограммға, сонда жауабы 0,45 килограмм шығады. Енді тығыздық тапсақ болады. Ро тең М бөлінген В деген формулаға саламыз. 0,45 килограммды бөлеміз 5 көбейтілген 10⁻4 дәрежесі метр кубқа, сонда жауабы 900 килограмм метр куб шығады. Сонда 900 килограмм метр куб бізде майдың тығыздығы, сұйықтың түрі не деп тұр? Бізде сұйықтың түрі май екен балалар. Келесі С тапсырмасында В ыдыстағы сұйықта дененің 0,9 В бөлігі батқан. В ыдыстағы сұйықтың түрі дейді балалар. М тең бізде 0,45 килограмм, В 5 көбейтілген 10⁻4 дәрежесі метр куб, ал В бізде 0,9 В. Енді денені табамыз. М бөлінген В 0,45 килограммды бөлеміз 5 көбейтілген 10⁻4 дәрежесі метр кубқа, сонда жауабы 900 килограмм метр куб шығады екен. Енді сұйықтағысын табамыз. Ол үшін денені бөлеміз 0,9, 900 килограмм метр кубты бөлеміз 0,9, сонда жауабы 1000 килограмм метр куб шығады. 1000 дегеніміз балалар бізде су, иә. Сонда сұйықтың түрі су болып тұр. Келесі 7-ші тапсырмада спортшы массасы 200 кг штанганы 4 секундта 2 метр биіктікке көтереді. Спортшының жасаған жұмысы өндірген қуатын табуымыз керек. Есептің берілген жазайық. М тең 200 кг, Т тең 4 секундта, H тең 2 метр. Жауабы табуымыз керек А-ны және N-ді. А тең F көбейтілген S деген формулаға саламыз. F-тің мәні жоқ, F-тің мәнін ашамыз. М көбейтілген G көбейтілген H деген формулаға саламыз. Сонда 200 кг көбейтілген 10 ньютон бөлінген килограммды көбейтеміз 2 метрге, сонда жауабы 4000 джоуль шығады. Оны біз 4 килоджоуль деп алсақ болады. Енді N тең А бөлінген Т деген формулаға саламыз. 4000 джоульді бөлеміз 4 секундқа, сонда жауабы 1000 ватт шығады екен балалар. Балалар, осымен бізге берілген тапсырмалардың барлығын шығарып аяқтадық. Түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарийға жазып сұрасаңыздар болады. Ұнаған болса лайк басып, каналға тіркеліп достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Сау болыңыздар.